Оттек неге молекула болып жүреді? Ал азот неге молекула? Неге қиналып жатырсың? Металл мен бейметалды ажырата алмай. Қиын да нәрсе емес қой, бізде өтіп жатырмыз. Мына курсты қарашы. Онда түсінуге жеңіл андай видео сабақтар бар. Бұл курс менің жобамның негізгі элементі. Ендеше курсқа тоқтала кететін болсақ. Жалпы бұл курс бізде 9-11 сынып оқушыларына және 1-ші курс студенттеріне арналған болып табылады. Бұл курста негізгі 5 бөлімнен тұрады. Әр бөлім 2 бөлімшеден, яғни тақырыптан тұрады. Ал әр тақырыпта осылай тақырыпқа байланысты ақпараттар берілген. Сонымен қатар бізде жасанды интеллектті пайдаланып жасалған осындай презентациялар бар. Қазіргі заман талабына сай қамыжыларды да өзіміз жасап қойсақ болады. Сайттың тағы бір ерекшелігі ол бізде осылай YouTube'дан дайын видеоларды немесе өзіміз жасанды интеллект арқылы жасаған видеоларды қоса аламыз. Осы ақпараттарды пайдалана отырып бір жауаптық немесе көп жауаптық тесттерді де құрастырып, оқушылардың назарын аударатын тапсырмалар қарастырсақ болады. Осындай интерактивті ойындарды сабағыма қосу арқылы оқушылардың нәтижелерін тез уақытта біле алдым. Кейбір ақпараттарды осылай жасанды интеллект DID-дің көмегімен оқушыларды қызықтыру үшін ғалымдарды сөйлеттіріп түсіндірсек те болады. 1869 жылы мен Химия пәнінде теорияға қарағанда практика маңызды болғандықтан бізде осылай виртуалды лабораторияларды курсқа қосу арқылы оқушыларға біз визуализация жасауға мүмкіндік бере аламыз және оларды шығармашылық түрде дамытуына үлес қоса аламыз. Натрий сульфаты. Сабақ соңында оқушылардан кері байланыс алу үшін осылай ссылка немесе QR код қою арқылы біле аламыз. Бұл жоба арқылы мен химия пәнін оқытуда заманауи, қолжетімді және қызықты етуге болатынын көрсеткім келді. Ал мұғалімдер үшін бұл курс сабақ өткізуді жеңілдететін, қосымша материалдармен байытылған тиімді құрал. Және де осындай онлайн курсты әрбір мұғалім өзіне қолжетімді түрде тиімді етіп жасап ала алады.